Ассаламағалейкум, құрметті киносүйер қауым. Сіздермен 24 KZ телеарнасы арқылы қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Бұл профильм бағдарламасы және де мен Олжас Әлжанов. Кино адамзат баласының ең құнды әрі экранның арғы жағынан жұлдыздар өміріне өңіле алатын өнердің бір түрі. Ал біздің бағдарламамен сіз одан да артығына ие бола аласыз. Бүгінгі бағдарламамызда «Жұлдыздар кінәлі» фильмінің режиссері Стивен Кингтің романын жарыққа шығарады. Мэтью МакКонахи өзіне ұсынылған рөлдерден бас тартуға мәжбүр. Беннет Миллердің «Түлкі аулаушысы» фильмі Оскарлық жарысқа дайындалуда. Ағымдағы жылы «Жұлдыздар кінәлі» атты айтарлықтай табысты драманы жарыққа шығарған режиссер Джош Бун өзінің келесі фильмнің түсіріліміне дайындалуда. Бірінші кезекте оның жоспарында Стивен Кингтің «Қарсы тұру» романы тұр. Бастапқыда Warner Brothers студиясының жоспарында Кингтің 3000-нан астам беттен тұратын 3 толық метражды фильмнен тұратын оқиғаны өзгерту болған. Бір ай бұрын Бун бір оқиғаны 3 сағаттық киноэпикке сыйғызып сценарий жазып бітірді. Дайындыққа жарты жылдан астам уақыт кететіндіктен картина түсірілімі жақын арада басталмайды. Оның айтуынша, түсірілім 2015 жылғы көктемнен ерте басталмайды. Кингтің шын жанкүйеріне айналған Бун драматургия дайындау кезінде эпопеяның маңызды бөлшектері мен ең жарқын сәттеріне құрылған алғашқы түпнұсқаға мән беруге тырысты. Қазір Джош Бун кезекті актерлармен әңгімелесу жүргізіп, қойылымның бюджетін жоспарлауда. Қарсы тұрудың рөлдерінің бірін Мэтью МакКонахи сомдауы мүмкін. Бірақ студия мен режиссердің пікірлері әртүрлі болып шықты. Студия МакКонахиді антагонист Рэндалл Флэк бейнесінде көргісі келсе, Бун Мэтьюден Стью Редман есімді жақсы жігіт жасағысы келеді. Ағайынды Уорнерлер Джош Бунды бекіткенге дейін режиссерлік қызметке Бен Аффлек, Дэвид Иетс және Скотт Куперді ұсынған болатын. Пол Гринграсс та үміткерлер қатарында болған. Осылайша Мэтью МакКонахидің жұмыс кестесінде екі жаңа жоба болуы мүмкін. Бұрын хабарлағанымыздай Warner Brothers студиясы оны Стивен Кингтің жаңа «Қарсы тұру» картинасынан көргісі келеді. Ал актердің өзі Стивен Гейган алтын фильмнің жұмысын жасауға дайын сияқты көрінеді. МакКонахидің алтын картинасына қатысы туралы әңгіме былтырғы желтоқсанда шыққан. Фильм Индонезия джунглилерінде пайда болған үлкен алтынның ашылуы туралы. 1993 жылы алып корпорациялардың бірі бұл құндылықтың шынайы көлем мен қойнауы туралы күдіктенбей жердің бір бөлігін сатып алады. Сценарийді Лара Крофт блокбастерінен драматургияға жол бастап, кейінірек хикаяларға бет бұрып, батыл әрекеттер және қара тізім хикаялардың мәтінін дайындаған Джон Зинман мен Патрик Массет жазып шықты. Қазір Мэтью МакКонахидің тарапына тиімді ұсыныстардың қаптап жатқанын ескерсек, актердің «Супер Майк» атты фильмінің сиквеліне орала алмайтыны әлде біреуді таңғалдырмауы да мүмкін. Оскар иемденген актер картинаға қатысудан бас тартты. Сиквелдің режиссері Грегори Джейкобстың мәлімдеуінше, жаңа жоба түпнұсқадан ерекшеленеді. Ал жаңа лентаның сюжетіне қатысты Джейкобс былай дейді: «Бұл жылдағы шытырманға ұқсас оқиға болады. Біздің не үшін сиквел түсіруге бел буғанымызды бірден түсінесіз. Ешкімде бір фильмді екі рет түсіруді ұнатпайды. Естеріңізге сала кетейік. Бірінші фильмді Стивен Содерберг түсірген. Жас стриптиз бишісі мен оның тәжірибелі тәлімгері туралы оқиға әлемдік сатылымда $7 миллион бюджетпен $167 миллион астам қаржы жинаған. Супер Майктың жалғасында Содерберг өз қалауы бойынша оператор әрі монтажер болады. Ал Ченнинг Татум сиквелдің түсіріліміне түсуге келісім берді. Sony студиясы Джейсон Пейджеттің кенеттен пайда болған ғұлама атты мемуарын жарыққа шығару құқығына ие болды. Продюсердің қызметін фильмнің басты кейіпкерін сомдауға шақырту алған Ченнинг Татум атқарады. Егер Татум келісім берсе, ол мемуар авторын сомдайтын болады. Джейсон Пейджет төбелес кезінде басынан жарақат алған, сауық кештері мен той томалақтарды ұнататын жігіт. Джейсон төбелестен кейін дер кезінде бітірмеген колледжінде оқып, математика ғалымы атанып, айналаны 3 өлшемді геометриялық нысандар ретінде көре алатын қабілетке ие болады. Кітап ғалымның кенеттен пайда болған қабілетін толығымен қарастырып, кейіпкер
кейіпкердің жарақат алған оқиғадан кейінгі әрекетпен қалай күресіп, нәтижесінде оның шешімін өнердің арқасында тапқаны туралы суреттейді. Мұндай рөл Татум үшін түлкі аулаушы драмасындағы жұмысының жақсы жалғасы болмақ. Ол осы лентаның екінші пландағы рөлі үшін Оскар сыйлығының номинациясын иемденген. Беннет Миллердің «Түлкі аулаушы» атты фильмі Оскарлық бәйгеге дайындалуда. Картинаның режиссері Стив Карелл, Ченнинг Татум және де Марк Руффало ойнаған рөлдердің бірінші үміткерлері туралы сұхбат берді. Бастапқыда жобадағы жұлдыздар триосы мүлдем басқаша көрінген. Миллионер әрі спорттың үлкен жанкүйері, еркін күрестен олимпиада чемпионы Дэйв Шульцті өлтірген Джон Дюпонның оқиғасы туралы «Түлкі аулаушы» картинасының түсірілімі 2006 жылы Миллердің алдыңғы жұмысы Капотенің Оскарлық номинацияларының 5-еуіне тап болып, Филипп Сеймур Хоффман үшін біреуін жеңген жетістігінен кейін басталған болатын. Режиссер сол кездері басты рөлдерге Билл Найи, Райан Гослинг және Хит Леджерді шақырмақ болған. Кейінірек өз қасиеттілеріңді қалай тануға болады картинасындағы әлемге танылған атағынан кейін Миллер Татумның жұмысын ұнатып, лентаға шақырмақ болады. Ченнинг Татум картинаға шақырылған сәтте мұндай рөлге дайын болмағанын айтады. Мен не ойларымды білмедім, мен не істеп жатқанымды мүлдем түсінбедім. Қалай сценарийді оқуды да, актерлық қызметте де ештеңе білмедім. Мен тым жас болдым. Фильмнің тұсаукесері осы жылы Канн кинофестивалінде өтті. Қазылар алқасы Беннет Миллерге үздік режиссура үшін жүлде табыстады. Sony Pictures, MGM және Original Film студиялары «Мачо мен оқымысты» франшизаның 3-ші фильмін ресми бастауға жол ашты. Триквилдің сценаристі «Мачо мен оқымысты» 2 лентасының жұмысына қатысқан Родни Ротман. Продюсерлік қызметтерді Нил Моррис, Джона Хилл, Ченнинг Татум және бірінші 2 бөлімнің қоюшылары Фил Лорд пен Крис Миллер атқарады. Ал шығармашылық дуэттің 3-ші фильм франшизасының режиссурасына оралама жоқ па әзірге белгісіз. Атақты Jump Street 21 полицейлік процедураларына негізделген «Мачо мен оқымысты» комедиясы 2012 жылы жарық көріп, $42 миллион бюджетпен әлемдік сатылымда $201 миллион қаражат жинаған. Кино сыншылары тарапынан жақсы баға алған сиквел өзінің құрастырушыларына $319 миллион астам қаражат әкелді. Триквелдегі таныс рөлдерге Джона Хилл мен Ченнинг Татум қайта оралады. Sony Pictures студиясы бір мезетте Фил Лорд пен Крис Миллерге Рози жобасы картинасының түсірілімін басқаруды ұсынды. Фильм Грэм Симпсонның осы аттас романынан негізделеді. Кинокомпания лента түсіру құқығына сәуірде ие болған. Картина сюжеті генетика профессоры Дон Тилманның өмір серігін табуға бел буы туралы. Ғалым бұл мәселеге үлкен жауапкершілікпен қарап, жаман әдеттерге үйір үміткерлерді алдын ала тексеру үшін көп беттен тұратын сауалнама дайындайды. Донның барлық жоспары өзінің армандаған адамына тікелей қарама-қайшы келетін жанды кездестіргенде бұзылады. Режиссерлер мен сценаристер жобаның жұмысы туралы сөйлесуге кездесті. Лорд пен Миллер мәтіннің соңындағы нұсқасын көргеннен кейін фильмге түсуге келісімін беретін болды. жылы Хлоя Грейс Морец «Пипец» атты кинокомиксте адам өлтіруші бейнесін сомдаған. Супер қаһармандарға деген жаңа біршама сау көзқарас әрі ересек контент көрермендердің көңілінен шықты. Осыдан кейін сиквел түсірілмек болды. Енді бәрі де өзгерді. Актриса антикомикс кейіпкерінің рөліне оралмайтын болды. Хлоя өз сұхбаттарының бірінде франшизасының жалғасын күтудің бекер екенін айтты. Бұл әрине қайғылы жағдай, бірақ адам өлтіруші болмайды. Ол керемет болатын, бірақ енді ол фильмдерге түспейді. Олар жанкүйерлерге арналған, ал енді халық кинотеатрға барудың орнына киноны желіден көре салады. Ал бізге кассалық жинақ керек. Біз сиквел түсіру үшін оны дистрибьюторларға көрсетуіміз керек. Пипец 2 өз бағасын шығара алмады. Сондықтан 3-ші фильм болмайды. Пипец 2 расында да ақштағы ең көп жүктелетін фильмдердің тізіміне кіреді. 2010 жылғы туындының сиквелі сатылымда $28 миллион бюджетпен небәрі $60 миллион жинады. Бүгінге сіздерге жеткізер ақпаратымыз осымен тәмам. Сіздер профильм бағдарламасын тамашаладыңыздар. Бізді көріп сапалы кино жайлы ақпаратқа қанығыңыз.